Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ендеше балапан арнасының ел арна каналдарын қарап болған болсақ, қазақ тілі оқулығымызды ашып, тапсырмаларды орындайық. Қазақ тілі пәнінен сын есім тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, сын есімнің ережесін естеріңе түсіріңдер. Және сын есімнің ережесін маған аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Ендеше бастайық балалар. 66-шы жаттығуды көшіріп жаз дейді. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыбымыз сынып жұмысы деп жазып, және 66-шы жаттығуды көркемдеп, жазу ережесін сақтай отырып, дәптерге көшіріп жазамыз. Мәтіндегі сын есімдерді табамыз, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын сызықпен көрсетеміз. Ол 66-шы жаттығуды болғаннан кейін 67-ші тапсырмаға қараймыз. 67-ші жаттығуда сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есімдерді тауып айт дейді. Мысалы, үлгіге қараймыз. Тақтай. Қандай? Жалпақ. Тақтай қандай? Тақтай қалың. Тақтай қандай? Тақтай тегіс. Деген сияқты үлгі бойынша дала, көл деген сөздерді де сын есімдер тауып қасына жазамыз. Келесі 68-ші жаттығу балалар. 68-ші жаттығуды ауызша орындаймыз. Бұны дәптерге жазбаймыз. Бұны суретке қарап отырып, ұшақты сипаттай отырып, ауызша әңгімені маған аудиозаписпен айтып жіберіңіздер. Одан кейін 69-шы жаттығу. Бұл дәптермен жұмыс балалар. 69-шы жаттығуды көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Одан кейін үй жұмысына 70-ші жаттығу, 93-ші бет. Мақалдарды жатқа жаз, мағынасын түсіндір дейді. Балалар, мына мақалдарды дәптерімізге жазып аламыз және ішіндегі сын есімдердің астын сызып қоямыз.